Армысыздар менің құрметті оқырмандарым. Менің әңгімелерімді тыңдау үшін каналыма подписация етіп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда әр туындым жарыққа шыққан кезде сізге хабарлама келіп тұрады. Алда әмеңгерлік әңгімесінің екінші бөлімі. Оқырман хаты шынайы оқиға. Жас жесір деген сөз жаныңа қатты батады екен. Сөзден бұрын қапыда өмірімнің мәні сүйгеннен айырылу маған қатты тиді. Марқұм күйеуім түсіме жиі кіретін болды. Түндерде жаныма келіп, жасымды сүртіп, «Жаншегім-ау, неге жылайсың? Мен жаныңдамын», деп мені құшып сүйіп аймалап жататын. Оның құшағында жатып, ұлым емшек іздеп жылағанда тәтті ұйқыдан шошып оянып кететінмін. Жан-жағыма алақтап қарап, күйеуімді іздейтінмін. Кейін ғана есімді жиып, бұл түсім екенін түсінгенде, ағыл-тегіл отырып жылайтынмын. Осындай кездері түн ауасында ұлымды емізіп отырып, басыма түрлі ойлар келетін болды. Менің қатарластарым оқу оқып, студенттік өмірдің жалындаған жастық шақтың қызығын көріп жүргенде, менің тұрмысқа шығуға асыққаным дұрыс болмапты. Бұлай жас жесір атанарымды кім білген? Я Аллам, Қайсарымды неге ерте алып кеттің? Мұншалықты жалғыз, бақытсыз болар ма едім? Қайсардың 100 күндігі жақындаған сайын санамды шайтан азғырып, сол күні мен де Қайсардың соңынан кетпекке бел будым. Өйткені маған өмірдің мәні қалмаған еді. Төркініме қайтармын. Әрине ата-анам көңіліме қарайды. Оқытар, баламды да қарасар. Алайда жанымның жарасы жазылады ма? Қайсардың орнын кім толтырады? Балам тірі жетім болып қалай өседі? Болашағым қалай болады? Деген секілді ойлар жанымды жегідей жейтін. Мен Қайсарсыз болашақтан қорқатын едім. Қайсарға кетсем, ұлым өз үйінде ата-апасы қарап өсіріп алар, дедім де, түн ортасы ауып, үйдегілер түгел ұйқыға кетті-ау дегенде, жанымда пысылдап жатқан ұлымды оятып алмайын деп, маңдайынан бір иіскедім де, жатар халатыммен шашым жалбырап сыртқа шықтым. Аспан тұп-тұнық, ай жарқырап тұр екен. Жымыңдаған жұлдыздар маған қарап мені көкке шақыратындай. Өз-өзімнен күбірлеп, жаным, Қайсарым, мен саған келе жатырмын. Көп ұзамай өзіңмен қауышамын деп, халатымның бауын шешіп, сарайға қарай беттедім. Ауладағы ескі сарай аласа ғана болатын. Ішінде темір-терсек, қысқы киім-кешек пен қажетсіз заттар жиналып тұратын. Ақырын келіп сарайдың есігін ашқанымда, ағаш есік сықыр ете қалды. Ағаш есіктің сықырлағанына анандай жерде сергек жатқан Ақтөс әуп-әуп деп жалқауланып бір-екі үрді де, мені танып, қыңсылап, қайта басын төмен түсіріп, жайғасып жата кетті. Үй жаққа қарасам қап-қараңғы екен. Үйдегілер қалың ұйқыда жатқан секілді. Қайсардың 100 күндігіне дайындаламыз деп, мал сойып, күні бойы шапқылап, барлығы шаршап, қалың ұйқыда жатқан болар деп ойладым. Мен кетсем, олар мені жерлеуге қиналмайды. Құран оқып, жаназамды шығарғанға да барлығы дайын еді. Құдайым-ай, пенде болған соң басымызға не келіп кетпейді десеңші. Осындай ойдың тұңғиығына батып, бір шама уақыт мына жалған дүниемен қоштасқандай бір орнымда тұрып қалыппын. Жаздың салқын лебі бойымды желпіп өткенде денем бір түрлі тітіркеніп кетті де, ойымды жинақтап ала қойдым. Сөйтіп сарайға кіріп, фонарикті жағып, шетте тұрған бөшкені алып, ортаға қойып, орындықпен үстіне шықтым. Халатымның бауын жақсылап байлап, мойныма тақтым да, тілімді кәлимаға келтіріп, аяғымның астындағы бөшкені бар күшіммен итеріп кеп жібердім. Тамағыма халатымның бауы батып, қырылдап, екі қолыммен ауа қармап, дем жетіспей бара жатты. Жаным көзіме көрініп, алыстан әппақ сәуле ұшқындай бастады. Сол сәуленің сызығымен Қайсарым маған қарай асықпай, әр қадамын санағандай, ақырын жылжып келе жатқандай көрінді. Мен болсам оны көріп, тез келсеңші, қиналып барамын, құтқаршы мені деп айғайлап жатырмын. Ол сонда да асықпайтын секілді.
Бір кезде желдей жылдамдықпен зу етіп жаныма келіп, мойнымдағы бұғауды шешіп жіберді. Құшағына басып, «Жанна, неге бұлай жасадың? Ұлыңды қалай тастап кетпекшісің? Ата-анамыз бен бауырларымызды ше» дейді. Мен болсам оның мойнынан қатты құшып, «Қайсар, сенсіз өмір сүре алмаймын. Мені мұнда ешкім түсінбейді. Мен жалғызбын. Мен қатты қиналып кеттім» деп жатқанында, ол мені құшағына қатты қысты. Сол кезде оның жүрегінің дүрсілін жақыннан сездім. Екеуміз ауада қалықтап ұшып барады екенбіз. «Я Алла, өз-өзіме қол жұмсасам да мені қабылдаған екенсің ғой» деп қуанып келемін. Бір кезде енемнің жылаған дауысы естілді. Артынша ұлымның шырылдап жылаған дауысы құлағыма анық естілді. Іштей мен екі дүниенің ортасында қалып қойдым ба деген ойдан шошып кетіп, көзімді ашсам, төбемнен төніп тұрған Қайсар ма, әлдекімнің бұлдыраған сұлбасы көрінді. Бұл жан алғыш Әзірейіл періште ме? Әлгі сәуле шамның жарығы секілді бір кезде жаңағы сұлбалар көбейіп кетті. Көкірегіме жұп-жұмсақ кіп-кішкентай ұлымның қолы тигенде, оның иісін сездім. Осы кезде жанымдағылар анық көріне бастады. Қарасам, өз бөлмемде, ұлым құшағымда, жанымда атам мен енем, екі қайынсіңілім, қайынінілерім барлығы маған қарап, енем мен қайынсіңілерім жылап жатыр. «Я Алла, мың шүкір, есін жидау әйтеуір» деп жатыр. Сөйтсем, қайыным Жансерік мен сыртқа шыққан кезде ол ояу жатқан екен. Мен терезенің тұсынан күбірлеп өткенімді байқап қалыпты. Мені дәретханаға шыққан болар деп ойлаған екен. Сосын мен ұзақ уақыт кері қайта қоймаған соң, сырттағы иттің үргені мен сарай жақтағы сықырды естіп, жарықты көріп келген бетте, менің асылып, қиналып жатқанымды көріп, халатымның бауын үстіндегі ағашымен бірге қопарып, жұлып алып, есім кіресілі шығасылы мені көтеріп алып, үйге алып келген екен. Мен есімді жия алмай біршама уақыт жатыппын. Содан атам қазақылықпен дұға оқып, маған дем салып жатып, есімді жиғызыпты. Осылай үлкен қателік жасап, өмірден өте жаздадым. Жансерік болмағанда ұлым тұл жетім болып қалар еді-ау. Енем мен қайынсіңлілерім түнімен жанымнан шықпай отырды. Таңға дейін көз ілмей, ұлыма қарасып, мені бақылап отырды. Бір кезде мен талықсып ұйықтап кетіппін. Таң ата өзімді бір қалыпты сезініп, орнымнан тұрып, мойны жабық киімімді киіп, орамалымды тартып, ешкімге ештеңемді білдірмей, күйеуімнің жүзіне келген қонақтарға қызмет етіп, келіндік міндетімді атқарып жүрдім. Кешегі іс әрекетімнен үйдегілерден қатты қысылдым. Қалай ғана ондай қадамға бардым екен. Таңертең енеме түндегі оқиға жайлы ешкімге айтпауларын өтінген едім. Енем енді бұлай қайталамауымды жылап отырып өтінді. Мен ақымақтық жасағанымды мойындап, мұндайды ендігі қайталамауға уәде берген едім. Осындайға өзімнің де қалай барғанымды білмеймін. Содан Қайсарға Құран бағыштап жүзін өткіздік. Қаладан ата-анам мен ағаларым, жеңгелерім де келді. Сөйтіп, маған жиналып теріле бер, бір жетіден соң алып кетеміз деп, ата-енеме де айтып кетті. Үйдегілердің барлығының ұнжырғалары түсіп қалды. Дегенмен басқа салған баспақшыл дегендей, тағдырға мойынсұнып, мен де іште кетуге дайындала бастадым. Ертесінде Жансерік ерте тұрып барлығымызды таңғы асқа жиналуымызды өтінді. Атамның алыста тұратын бір-екі туысы, қайынсіңлілерім де үйде еді. Сөйтіп барлығымыз жиналған соң Жансерік үндемей отырып бір кезде атам мен енеме қарап, «Сіздерге айтар маңызды шаруам бар» дегенде, кісі қайынсіңлім «Үйленесің бе?» деп қулана жымиып, одан бұрын оның ойындағысын айтып қойғандай еді. Сөйтіп еді Жансерік қатулы қабағымен қарындасына бір қарады да, оның жауабын таңдана күтіп отырған барлығына қарап, «Иә, Назош айтқандай үйленемін» деді. Әрине мен кеткен соң апама келін керек. Өзі Қайсардан айырылғалы қайғыдан шөгіп, жаны жай таппай, жанары құрғамай жүр. Жансеріктің мұнысы дұрыс болған екен деп ойладым. Сөйтіп едім, атам
Балам, мұның жақсы жаңалық екен. Алайда ағаңның топырағы кепсін, жылы өтсін. Сосын көрерміз, деп жатыр еді Жансерік. Жоқ, әке, мен күте алмаймын. Ескіліктен келе жатқан дәстүріміз бар емес пе, әмеңгерлік деген. Аға өлсе жеңге мұра дегендей. Мен жеңгем мен Арманға жесірлік пен жетімдіктің дәмін татқызғым келмейді. Егер Жанна қарсы болмаса, оған үйленсем деймін. Жылы орнынан кетпесін. Ағамның тұяғы өз әулетінде, өз үйінде өссін. Ағамның тұяғы өз үйінде өссін. Мен оларды өз қамқорлығыма алғым келеді. Дегенінде жүрегім қысылып аузыма тығылды. Барлығы аңтарылып таңданысып қарап қалды. Бір кезде өлі тыныштықты кемсеңдеп жылаған енем бұзды. Жансерікке қарап, Жакош балам-ау, кемеңгерлігіңнен айналдым. Әкең екеуміз саған осыны айтуға батпай жүредік. Өзің де сезген екенсің ғой, деп көзінен аққан жасын сүртіп, атам екеуінің жанарында бір үміт пайда болғандай еді. Барлығы сұраулы жүзбен маған қарады. Сен не дейсің, келісесің бе дегендей. Қарап қалған соң, мен оларға не айтарымды білмей, қапелімде мұндайды күтпей, орнымнан ұшып тұрып, жүгіре басып бөлмеме кіріп кеттім. Менің жолым үлкен болғанымен, Жансерік менен 4 жасқа үлкен болатын. Қайсарға қарағанда мығым денелі, салмақты жігіт еді. Жүзі күнге тотыққан, жауырыны қақпақтай, сымбатты жігіт болатын. Әскерден келгелі әркім өз қайғысымен, онымен ашылып сөйлеспегендей едік. Дегенмен кей кездері қу нәпсі денемді жыланша жыбырлатып, еркек иісін аңсайтыным анық еді. Қайсарымды қатты сағынатынмын. Түндерде аласұрып, денем бір ысып, бір суып, ұзақ уақытқа дейін ұйықтай алмай жататынмын. Сондайда таң ата кей кездері сарай жақта беліне дейін жалаңаштанып алып, күнге тотыққан сымдай тартылған қара торы денесі жіпсіп терлеп, күнге жылтырап отын жарып жатқан Жансерікке ұрлана қарайтыным өзіме жасырын емес еді. Мен өлім құша жаздағанымда Жансеріктің мені қапсыра құшқаны, оның жүрегінің дүрсілі санамда жасырын қалып қойған еді. Жансеріктің ту сыртымнан маған кейде қарап қалатынын да сезетінмін. Арамызда болмашы болса да бір байланыс бар еді. Бір кезде есік ашылып, ішке Жансеріктің өзі кірді. Атамдарға өзім сөйлесемін дегенге ұқсайды. Сөйтіп, ояу жатқан Арманды көтеріп, мойнынан иіскеп еді, ұлым шықылықтап күле бастады. Жансеріктің бетінен ұстап, оған бауыр басып қалғандай, еш жатырқамайтын. Үйдегілердің барлығын дауыстарынан танитын еді. Мен Жансерікпен ұлыма қарадым да, ұлымды қатты аяп кеттім. Мен оны өз әулетінен қалай жырып алып кетемін, деп жүрегім ауырды. Жансеріктің оған жақсы әке болатынын ішкі түйсігім сезіп, қайным сөзін бастамай тұрып, мен оған қарап былай дедім. Жансерік, бұл ескі салт дәстүрді менің естігенім бар еді. Алайда осындай жағдай менің басымнан өтеді деп ешқашан ойламаған едім. Тағдыр-ай десеңші, адамның басы Алланың добы екен ғой. Алла қалай қаласа, тағдыр солай болады екен. Менің басқа амалым бар ма? Мен енді ұлым үшін ғана өмір сүремін. Қайсар ағаңды ешқашан ұмытпаймын. Ол мәңгілікке менің жүрегімде қалады. Сен тек мені аяғынан үйленгелі жатқан жоқ шығарсың. Өз өміріңді құртып жатқан жоқсың ба? Бұл қадамға ойланып, ақыл таразысына салып, келіп отырған шығарсың деп сенемін. Кейін өкініп жүрмегейсің. Арамызда ең болмағанда сыйластық болса, соның өзі де маған жеткілікті. Ұлым екеуміздің тағдырымызды өзіңе тапсырдым деп, бір түрлі көңілім босап кетті. Сөйтіп едім, Жансерік Арманды алдына алып жаныма отырды. Сөйтті де, Жанна, өткенде сенің асылып қиналып жатқаныңды көргенде, сенің мен үшін өте қымбат адам екеніңді түсіндім. Өзің сандырақтап жатқанда жалғыздықтан қатты қиналып жүргеніңді айттың. Ата-анаңа барғанда да жалғызсырап қиналасың ғой.
сен әлі жассың, бар өмірің алда. Мүмкін кейін тұрмысқа шығар ма едің, бірақ арманға ешкім өз қанындай жақын болмайды ғой. Мен сендерді жылатпай, жоқшылық көрсетпей, ағам сені қалай жақсы көрсе, мен де солай бауырыма басып, сүйіп, сыйлап өтуге уәде беремін деді. Сөйтіп иығымнан ұстап өзіне тартқанда, оның алақанының ыстығы денемді от шарпығандай болды. Мен үнсіз ғана келісемін дегендей басымды изедім. Содан менің шешіміме ең алдымен ата-енем көздеріне жас алып қатты қуанды. Бір 7-ден кейін ата-анам келгенде, үйдегілер бір қой сойып, ең жақын туыс-туманы ғана шақырып, ата-баба салтымен молда шақыртып некемізді қиып, мен қайныма қосылдым. Ата-анам бастапқыда таң қалып қарсы болғандай болғанымен, кейін әкем, бұл да дұрыс шығар, немерем өз әулетінде, қызым да үйренген жерінде, бағы ашылып кетсе, жыламаса, бар тілерім осы, деп батасын берді. Мен осылай әмеңгерлікпен екінші рет отбасын құрып, қайныма тұрмысқа шықтым. Өзім жастайымнан ерте піскен қыз едім. Шынымды айтсам, күйеуім қаза болғаннан кейін, түндерде оның ыстық құшағын аңсайтынмын. Босанғаннан кейін әйел адамның табиғаты да өзгереді екен. Төсекке деген көзқарасың да басқаша болады екен. Бойыңда гормондар ойнап, еркектің иісін аңсайды екенсің. Сөйтіп, алғашқы түні өзімнен 4 жас үлкен қайнымның қойнына жатқанымда, төсек ләззатын басқаша сезіндім. Шымыр денелі жансерік мені аймалап, сүйіп, қапсыра құшып, таңға дейін ләззатқа бөледі. Денемді жыбырлатқан нәпсі деген жыланның басы қайтып, қайнымның ыстық махаббатына бөлендім. Сол түннен кейін жансерікке деген құштарлығым оянды. Бастапқыда бұл сезімім үшін марқұм Қайсардың алдында өзімді бір түрлі кінәлідай сезініп, іштей одан кешірім сұрайтынмын. Бірақ кейіннен оның шаңырағының түтінін түтетіп, ұлын өз әулетінде өсіріп отырғаным менің бұл ісімді ақтайтындай еді. Сөйтіп уақыт өте келе, айналадағылардың барлығы біздің әмеңгерлік салтымен отбасын құрғанымызға көздері үйрене бастады. Бастапқыда ауыл арасында біраз әңгіме өсек болған еді. Тіпті жансеріктің бір сыныптасы жансерікке қалжыңдап, «Жако, жеңген қалай екен? Жеңгенің бір саны қайнысыңкі дегендей, жеңгенікі тәтті ма екен, а?» дегенінде жансерік оның тұмсығын бұзып, біраз уақытқа дейін сол сыныптасымен араласпай қойған болатын. Кейіннен ғана әлгі сыныптасы кешірім сұрап келіп, қайта араласатын болды. Әмеңгерліктің жақсы жағы да, көңілге кірбің салар тұстары да бар екен. Жансерік уәдесінде тұрып бізге бақытты отбасын сыйлады. Арман 6 айдан асқанда менің аяғым ауырлап, қызды болдық. Кейін атам Шымкенттен жер телімін сатып алып беріп, сонда үлкен үй салып еншімізді алып бөлек шықтық. Жансерік қаладағы базар маңынан кішігірім асхана мен дүкен ашып, кәсібіміз дөңгеленіп, өзіміз жеке мейрамхана сатып алдық. Жанында азық-түлік сататын дүкені мен дәріханасы бар еді. Жансерік қайным өте пысық епті жігіт болып шықты. Кез келген адаммен тез тіл табыса алатын, саудаға да, есепке де мықты еді. Мейрамхана мен дүкен барлығының есебін өзі жүргізіп, жұмысшыларды да өзі басқарады. Ал мен қалада медбикенің оқуын оқып алдым. Ауылға ата-енеме жиі барып тұрамыз. Өзімнің ата-анам мен бауырларыммен де бір қаладамыз. Олармен де жиі көрісіп тұрамыз. Қазіргі күніме Аллаға мың да бір шүкір деймін. Мені қайта өмірге әкелген жансерікке разымын. Ол болмаса, тағдырым қалай болар еді деймін. Әмеңгерлікпен қайта тұрмысқа шыққаныма ешқандай өкінбеймін. Қазіргі таңда өзімді бақыттымын деп айта аламын. Әңгіменің соңы. Арнама тіркеліп қойыңыздар. Ден қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Авторы және дыбыстап оқыған Жазира Тулешева.